Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қазіргі таңда танымал болып жатқан трендтегі осындай бенто деп аталатын торттың рецептімен бөлісемін. Бенто деген сөз жапон тілінен аударғанда бір порциялық тағам деген мағынаны білдіреді. Яғни бүгінгі дайындайтын тортымыз бір адамға арналған кішкентай көлемдегі торттар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен біз бисквитін дайындап аламыз. Бізге қажетті барлық ингредиенттер видео астындағы сипаттамада жазылған. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз, және де ыдыс міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Кейін ақ уызға шым-шым тұз бен сәл лимон қышқылын қосып, миксердің орташа жылдамдығында араластырамыз. Және де бізде бисквит тез дайындалғандықтан пешті 1-ден 180 градусқа қыздырып қою қажет. Ақ уыз осылай ағарып көпіре бастағанда қантты аз-аздан қосып отырып миксерлейміз. Миксердің жылдамдығын қант толықтай еріген соң ғана жоғарыға көтереміз. Ақ уыз дәл осылай өз көлемін жақсы ұстап тұруы қажет. Кейін сары уызды да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Және де ақ уызға салып, міндетті түрде енді силиконды күрекше көмегімен араластырамыз. Келесі кезекте електен өткізіп ұнды қосамыз. Және де соңында сүт пен сұйық майды қосып араластырамыз. Дәл осылай бисквиттің қамыры дайын болады. Мен бисквитті осындай 35-30 сантиметрлік противень формасында пісіремін. Менің бисквитім 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 20 минут пісті. Қанша уақыт пісетіні формаға және де бисквиттің қандай биіктікте болатынына байланысты. Міндетті түрде ағаш таяқша арқылы тексеріңіздер. Бисквитті толықтай суытып, мен осындай диаметрі 8 см болатын темір формамен кесіп шықтым. Және де бисквит биік болғандықтан әр дөңгелекшені ортасынан 2 бөлікке бөлдім.
Енді ең оңай крем түрі крем чизді дайындаймыз. Сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып, түйіршіксіз болғанша миксерлейміз. Кейін майлылығы 33-38% салқын кілегейді қосып, миксердің үлкен жылдамдығында араластырамыз. Біздің креміміз дайын, енді бенто торттарымызды жинауға кірісеміз. Мен корждарға пропитка жасаймын, сол кезде торт одан әрі жұмсақ, нәзік болады. Пропитка менде сүтке 2 ас қасық қант ұнтағы қосылған. Барлығын дәл видеода көрсетілгенде қайталаймыз. Менде бір тортта 4 корждан және де қалауларыңыз бойынша ортасына кез келген джем түрін қоссаңыздар болады. Мен кейбіріне өрік джемін, ал кейбіріне қарақат джемін қостым. Қалған кремді өз қалауымыз бойынша әртүрлі түстерге бояп, торттың жан-жағын тегістейміз. Енді өз фантазияларымызға ерік беру арқылы қалаған дизайнды таңдап, торттарымызды әсемдейміз. Түрлі жазу немесе тортты сыйлағыңыз келетін адамның атын да жазсаңыз болады.
Біздің бенда торттарымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай менде осы рецепт бойынша 5 торт шықты. Дайындалуы өте оңай әрі көп уақыт алмайды. Әрқайсыңыздың қолыңыздан келетініне сенімдімін. Сондықтан дайындап көріп, өз жақындарыңызды ерекше әдемі үлгідегі торттармен қуантыңыздар. Сіздерді алда өте көп ерекше рецепттер күтеді. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Төлеу Құлайзат, баршаңызға сәттілік.